Пау! Сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан Қаламов. Достар, мен бүгін не видео түсіретінді білмедім. Мен көп ойландым, бүгін қандай видео түсірсем болады деп, сонда әйтеуір бір идея келді. Достар, қазір сіздер көріп тұрғаныңыздай, мен дейтін керемет локацияда отырмын. Артындағы бүкіл срач шашылып отқанға достар мән бермеңіздер, видео ол туралы емес. Бүгін біз достар көріп тұрғаныңыздай сурет салатын боламыз. Және де кімнің суретін салады деп сұрап жатыр. Жоқ, қайдан сұрайсыздар, сіздер видеоның названиесінде бәрі жазылып тұр ғой. Достар, бүгін біз ютуберлерді салатын боламыз. В общем, достар. Байғыз ютуберлер. Өйткені мен бүгін олардың суретін салатын боламын. Сіздер достар білетін шығарсыздар, мен дейтін сурет ондай керім сала алмаймын. Сол үшін бүгін өте күлкілі контент болады. Достар, сурет салып бастамай тұрғанда мен сіздерге айтып кетерім. Мен, бұл видеомен ешқандай ютуберді келемештегім келіп тұрған жоқ. Бұл видео жай ғана әзіл түсіру үшін жасалған. Сол үшін комментарияда жазба қойыңыздар. Сен мұнан жамандадың, егер де мен сіздің сүйікті ютуберіңізді егер де мен жаман салып атсам, ренжімейсіздер достар. Бұл жай ғана айтқанымдай әзіл үшін жасалған. Сол үшін әзілді түсінетін шығарсыздар деген ойдамын. Достар, бізде сурет салуға деген өте көптеген инструменттер бар. Өйткені мен ағам достар суретші, сол үшін оның орнында неше түрлі достар бардақтарға мән бермеңіздер, бірақ мұнда барлық сурет салуға керек құралдар бар. Қараңыздар, кисттер бар. Мынандай карандаштар бар. Тағы да кисттер бар мынандай. Тағы да кисттер бар. Керек болса мынандай кист бар. Мынандай бірдеңелер бар. Қайшы керек болса. Тағы да бірдеңе, мұнда карандаштар бар. Мұнда бірдеңе бар. Мұнда қараңыздар достар. Ағамның салған суреті қарап қойыңыздар. Мұнда Геральт салып жатыр Ведьмактағы. В общем, міне қараңыздар, мынандай нелер бар. Және тағы да сіздерге көрсетем. Мына қараңыздар достар, қандай үлкен натюрморт бар, мына қараңыздар. Холст бар, мынандай суреттер бар ішінде. Сразу айтып қойын, бұның бәрі мен емес салған, айтқанды ағам салады. Ағам өйткені суретші. В общем, ал мен дейтін суретші емеспін, мені кім екенін білесіздер ғой. Сказочный долбоеб. В общем, енді достар сурет салатын боламыз. Енді сіздерге күлкілі контент болады деген ойдамын. Достар, айтпақшы, сурет салудың кішкене ережесін айтайын. Мен достар суретті андай, мысалы бір ютубер таңдаймын, оның суретін достар 1 сағат бойы салып отырмаймын достар. Мен определенный бір уақыт қоямын достар. Әрбір ютубердің суретін мен 5 минутта салып тастау керекпін, 5 минутта. Ал енді бастайтын шығарамыз, ал қызықты болады деген ойдамын. Пау, кеттік. Неге пау дедім? Қуамен. Достар, мен дейтін А4 дайындап қойдым. В общем, карандаш менде бар. О май гад. Менің фонаригім құлап қалды. Достар, кешіріңіздер, суретті жалғастыра береміз. В общем, бірінші ютубер бұл мен дейтін, бұл ютуберді салатын болдым. Бұл кім екенін білетін шығарсыздар. Бұл дейтін Мистер Прикольчик дейтін біздің қазақ ютубері. Вообще мен бүгін қазақ ютуберлерді салатын болдым. Бұл видеода қазақ ютуберлерін салам. Өйткені қазақ ютуберлері мен әйтеуір кішкене болсын қарайды. Ал егерде қазір білмеймін, бір орыс ютуберлерін салатын болсам, олардан ешқашан ответ болмайды, ешқашан олардан комментарий ештеңе болмайды. Сол үшін не істемей оларды салып, егерде бізде өзіміздің қазақ ютуберлеріміз болса, бір жағынан да мен өзімнің қазақ ютуберлерімен жақсы араласып тұрамын. Сол үшін оларға да кішкене күлкілі болады деген ойдамын. Мен дружбада удалить самайды деген ойдамын енді. Так, міне енді мистер Прикольчик. Так, енді осы жақсы етіп көріп алдыңыздар ма? Осы адамның суретін мен қазір 5 минутта салып тастау керекпін. Енді 5 минутта қалай шығатынын білмеймін, ал. Так, все, уақытты қарадым қазір. Так. Все, болды, кетті, мен бастаймын. Все, так. Так, білеймін, суретші емеспін, достар. What the fuck? Так, дұрыс карандаш бар ма? Опа. Биттік. Бірден шығып жатыр достар, міне көзін салдық. Көріп тұстыр ма ше? Мәдім көрмей тұрған сияқты тұстыр ғой. Так, мына алып тастайық. Тез салу керек, бір жаман. Ё-моё, не салып аттым, қалай салып аттым? Вообще непонятка. Так, ну очки, очки өйстіп тастаймыз мына жерінде. Өйстіп тастаймыз, сосын өйстіп қоямыз. Өйстеміз. Көріп тұстыр ма достар? Так, жақындатайын кішкене. Көріп тұрған шығарсыздар деген ойдамын ал. Так, уақыт өтіп кеткен жоқ па достар, уақыт қарап қойың. Так, видео уже 3 минут қалыпты. 3 минут қалыпты уже. Окей. О май гад, ну не жатыр. Но точно Прикольчик емес.
Бірақ бірдеңесі мен әйтеуір ұқсайды екен. Так, қазір достар уақыт бітпей тұрғанда бітіріп тастауым керек бұл суретті мен. Бітіріп тастаймын деген ойдамын. О май гад. Достар қараңыздар қандай күлкілі болып шығып жатыр мына сурет. Ё-моё, угар достар, бұл кәдімгідей угар. Так, уақыт өтіп кеткен жоқ па? Бар ғой, әлі 2 минут бар достар. Так, нормально. Үлгереміз, салып үлгереміз. Көріп тұрсыздар ма достар? Көріп тұрған шығарсыздар деген ойдамын. Прикольчик, ал. Ренжіме ал, міне. Бірақ бір жағынан саған мешіт бол, білесің бе, не үшін екен? Алдында сен мені өзіңнің видеоңда ютубта тоже осындай ютуберлерді салдың ғой. Сол кезде сен менде де суретін бүйтіп салған боласың. Сол үшін саған ответ. Прикольчик, саған бұл ответ. Саған ответ. Ну, мінекей достар, мен Нұрлан Қалановты салдым. Ну, все, болған сияқты вроде. Өзімнің әжімне мистер Прикольчик деп жазып қойыншы. Сосын өзімнің даже қолымды қойып кетейін әжеге. Міне, қараңдар достар, мистер Прикольчиктің суреті. Все достар, уақыт өтті. Қараңыздар, мистер Прикольчиктің суреті. Қараңыздар, қандай шедевр бұл дейтін. Ё-моё, аумайды просто Прикольчиктен да. Қараңдар достар, аумайды ғой да. Қараңыздар, как екі копиясы ғой тұрған. Ал келесі ютубер бізде достар Супер Кигач дейтін болады. В общем, сіздер білетін шығарсыздар бұл ютуберді. Соған кезде Супер Кигач немесе Кигачбек дейді. Әйтеуір білмейді, екі бар әйтеуір. Осы ютуберді салатын боламыз. Бұл достар менің досым. Еще бір жағынан баяда біз Q-Style'да бірге видео түсіріп жүрдік, бірге бәріміз бірге дос болдық. Қазір де доспыз әлі. В общем, осы керемет ютубердің бүгін суретін салатын боламыз. Қазір көріп тұрғаныңызда Кигачбек күліп тұр, қазір сурет салғаннан кейін жылайтын болады әрине. Ал Кигачбек, сен дайынсың ба бұндай суретке? Дайын шығарсың деген ойдамын. Ал мен кеттім суретімді бастаймын. Күліп тұрған суреті бар, суреті оны күліп тұрған суреті біз бетеміз. Так, күлген суретін, так, өйстіп күліп жатыр ол, хи деп күліп жатыр. Біз әрине мұнда естеміз. Аумай кетті, Супер Кигачтан аумайды екен. Кәдімгідей естеміз. Ё-моё, аумайды ол тұрған дәл сол ғой достар. Ё-моё, сурет чекемін оказывается. Так, естеміз. Шашқа қысақ кетті, капюшон емес, вообще не болып кетті. Ішіне етпесе, ладно, пофиг. Так, менде 5 минут екен ғой, ұмытып кеттім, мен 5 минут ішіне салып тастау керек екен ғой. Так, ладно, ішіне етпесе, қазір саламыз, тез саламыз. Оңай сияқты бұл сурет. Так, нормально. Қыста түскен сурет екен көрініп тұр. Содан қыстан бері ауасын өзгертпеген Супер Кигач. Ладно, енді міне өзгертеді ауасын. Осы суретті ауаға қойып қоятын болар деген ойдамын енді. Так, Супер Кигач, сен бұл видео көріп жатсаң, енді ренжіме. Бірақ маған мейлі. Ренжімейтін шығарсың деген ойдамын. Ал кеттім ал. Суретін, сен шедевр суретіңді бітіріп тастайын қазір. Так, на капюшон осындай. И он не өкпетті, но шайып кеттім о достар мені суретпен. Так, мұндай бір денесі бар. Жанында бұндай денесі бар. Осындай куртканың үстіп айналған өшері. Так, мынау бітіп кеткен. Капюшон емес, білмеймін, неге ұқсап кеткен өзімді білмеймін, бірақ капюшон деп ойлаңыздар достарына, да? Капюшон деп айтыңдар, короче, осыны. Так, капюшон. Так, Супер Кигач, все, болды ма? Так, сурет салып болды. Так, курткасы. Мә 5 минут емес, достар, 2-3 минутта бітіп тастадық таржына суретті. 5 минут ешкім ұзақ екен деп қойып да. Оны айтайын достар, енді қазір 5 минутқа жеткіземіз. Тағы да салынбаған жерлерін салып тастайық, онда давай шашын дұрыстайық. Все, міне Супер Кигач достар дайын тұр достар. Аумайды ғой, қараңдар шешті достар. Аумайды, просто аумайды, сол дәл сол тұрған. Қоямыз, естіп қоямыз. Сосын давайте қасына енді Супер Кигачтың сүйікті ойын жазып кетейік қасына. Free Fire деп қойып қасына. Ух дейді, міне Free Fire сияқты. Давайте Free Fire'да жүрген сияқты болсын. Мына жерде давай автоматын оқып қойып артына. Так, автомат қай сағат? Білмеймін, короче, естіп тұрсын. Білмеймін, әйтеуір. Мына жақта қылыш тұрсын. Мына жақта қылышы, мында автоматы әйтеуір. Білмеймін, бірдеңелер тұр әйтеуір. 1 минут қалып, менде так 1 минутта нерсі сам болады. Білмеймін, 1 минутта тағы да бірдеңелер салып жүрейік. Достар, шедевр емес пе, шедевр. Өзімнің қолымды қоямын, автографымды. Міне достар, Супер Кигач деп жазып кетейін қасына. Немесе Кигачбек, білмеймін қалай болса да, жоқ емес, Супер Кигач деп жазып кетейін баяғы атыммен. Йоу, міне достар, бітті сурет. Қалай достар, сіздерге ұнады ма? Жазып кетіңдер комментарийға, қалай қарайсыздар бұл суретке. Әрине достар, мен бұның бәрін әзіл үшін салып жатырмын. Біреу мына жерде серьезно қабылдап отырған жоқ шығар деп ойлаймын. Шынайы салатын болсам, достар, мен дейтін Леонардо да Винчи болып кетемін ғой достар. Сол үшін ондай өрген көрсетпей қойыңыз сіздерге.
керек емес шығар деп ойлаймын. Ал достар, келесі үшінші ютуберіміз бұл достар Алмаз Уалиев дейтін ютубер. Так, Алмаз, давай фокусқа кіршеші, кірмей атсың ғой что-то. Алмаз, давай болсеш. Оу. Так, камера Алмаз түсінбей қалды, что-то так. Алмаз Уалиев дейтін ютуберді білетін шығарсыз, достар, ол дейтін неше түрлі челлендждер түсіреді, заброшек түсіреді, в общем, қызық ютубер, менің досым, екеуміз сөйлесеміз, беседада мен жазып жібердім, достар, қандай ютуберді салсам болады деп, Алмаз Уалиев сразу давай мен сал деді. В общем, давайте онда Алмаз Уалиев сені салайық, ал көрейік, ал қалай шығады екен Алмаз Уалиев жақсы шығады деген ойдамын. Бұл фотода достар Алмаз Уалиев телефонмен түсіп қалыпты былай. Так, тағы да Алмазды фокус қалмай жатыр, жақсы онда. Так, сала берейік. Так, түсінген шығарсыздар, фотоны көрген шығарсыздар. Если что, мен сіздерге монтажбен қосып жіберемін. Так, кеттік, Алмаз Уалиевтің суретін салайық. Так, Алмаз Уалиевке тоже 5 минут береміз. Так, кеттік ал. Мына жерде телефон өйстіп тұр, сразу деп тұр. Так, осылай қолын өйстіп жүреміз. Так, өйстеміз де, екінші қолын өйстіп жүреміз. Сосын өйстіп жүреміз де, өйстіп жүреміз, өйстіп кетеді қолын. Так, өйстіп кетеді, тойналып кетеді қолына жерде. Сосын былай тұрады, былай тұрады екен. Ё-моё, так, нежданчик. 2000 years later. Вау, міне қараңдар қандай Алмаз Уалиев. Мына жерде айфонын салып жүрейік. Айфонын телефонмен түсіп қалыпты, ол күшті болып. Так, өйстіп жүреміз. Так, менде де осындай фотом болды, кезінде өйстіп жарда түскен. Так, естіп қоямыз. Ё-ма, достар, алмайды ғой Алмаз Уалиевтен де. Достар, просто тек несі, тек просто несі болмаса, кішкене біздікі кішкене толық болып кетті. В общем, Алмаз Уалиев, базар жоқ шықтың сен. Міне саған жаңағы енді ВКонтактене, Инстаграмға да любой жерге салып қой. Сразу сені Ема, Алмаз Уалиев, кім саған салып берді деп бәрі зат саған. Ол қандай ютубер, кім салып берді саған? Да ну деп. Маған да салып берсінші деп бәрі зат саған. Міне достар, біздің Алмаз Уалиев дейтін бітті тоже салып болдық. В общем, нормально шыққан шығар деген ойдамын. Қараңыздар достар, өзімнің қолымды қойып кетейін да жерге. Сосын Алмаз Уалиев деп жазып кетейік мына жерге. Вау, достар, бұл дейтін просто топ қой достар, просто шедевр емес пе достар, да, қараңыздар. Так, достар, келесі біздің ютуберіміз бұл дейтін менің досым Эндерсон, сіздер білетін шығарсыздар. Эндерсонды бәрі білу керек қой. Так, Эндерсон, міне осындай суретін маған жіберді ол. Осындай суретін мен қазір салып көретін боламын. Я, мұнда Эндермен сияқты, Эндермен деп ғой. Мұнда Херобрин сияқты түсіп қалыпты, андай как будто көз аппақ. Қазір салып көреміз ал. Эндерсонды саламыз ал, көрейік ал. Мынаған даже достар 5 минутта керек емес сияқты Эндерсонды салуға, Эндерсонды салу оңай екен. Эндерсонды 1 минутта салып тастауға болады даже. Базар жоқ, тез салуға болады екен Эндерсонды. Все, достар, сосын ар жағында бірдеңе болып жатыр. Так, міне достар, Эндерсон дейтін просто 1 минутта салып тастадым Эндерсонды. 1 минут емес, даже 1 минутқа жетпейтін сияқты что-то. Міне достар, қараңыздар, қандай керемет сурет просто. Просто достар, маған достар, қараңыздар, мұндай керемет сурет достар. Просто маған білем достар, Леонардо да Винчи шетте темекі шегіп отырған сияқты достар, бұл суретті көрсе. Так достар, мен ұмытып кеттім Эндерсон деп жазуға. Эндерсон деп жазып кетейік мына жерге. Эндерсон деп. Достар, біздің келесі ютубері бұл дейтін Кюбро, қараңыздар, қандай альфа-самец. Бүгін осы ютуберді салатын боламыз. Бұл достар бекесіл. Достар, мен Кюброны танимын, егесілі білмесендер, біз дейтін баяда бәріміз бірге видео түсірдік. Q-стайлда әрине кімді де бекесілді танимын. В общем, қазір маған көбісі Кюброды айтқанды. Так, в общем, Кюброны қазір суретін салатын боламын. Так, короче, достар, бекесілдің суретін салатын боламыз. Кюбро білетін шығарсыздар, Free Fire түсіреді. В общем, керемет ютубер. Соңғы кезде просто кәм хайп болып кетті каналы. В общем, әрине, бізде тоже достар. Салайық. Так, міне достар, Кюброның көзін салдық. В общем, нормально. Так, Кюброда мұнда керемет өзінің шикарный мұрты мен сақалы бар. Соны біз қазір саламыз әрине. Так, қараңыздар. Так, достар, қараңыздар, мұртты қараңыздар. Кюбро отписка жасама енді бұл сурет үшін достар. Енді так, мен ешкімді келемеш деп отырған жоқпын достар, бұл жай ғана әзіл үшін достар. Әзіл неше реттен құрсын. Мен просто білемін, бізде ютубта ешкім әзіл түсінбейді. Мен әзіл айтсам болды, бәрі серьезно қабылдап отырады бәрін. Мен ешқандай жаман ойым жоқ, әйтеуір. Так, давайте суретімді салып тастайын енді. Офигенный суретімді салып тастайын. What the fuck? Ну нет.
Ну не вообще. What the fuck? Кюброны арандар. Бірақ достар, кішкене болсын ұқсайды екен Кюброға. Да ну ұқсайды шынымен. Кюбро, көріп жатсаң жазып кет комментарийға саған, шынымен де ұқсайды екен. Так, ну бүйтіп қой. Мына жағынан мына жақтан шығып жатыр, мына жақтан шығып жатыр. Бүйтіп қой. Так, я блядь, осындай бірдеңе жасап жүрейік, алда жүрейік суретті. Достар, міне біздің Кюбро, міне. Жақсы шыққанда, достар, керемет шықты просто топ. Міне, достар, керемет, просто аумайды просто Кюбродан. Так, жазып берейік мына жерге. Кюбро деп былай. Бро деп. Ох. Достар, міне қараңыздар қандай керемет суреттер салдық. Осымен енді мен суретімді аяқтайтын шығармын, өйткені ағарай менде А4 бітіп қалды, короче. Достар, аз А4 қалыпты, жаңасын сатып алу керек сияқты, өйткені егер де сіздерге бұл видео ұнаса, егер де бұл видео білмеймін бір 2000-3000 лайк жаса, онда әрине біз жалғасын түсіреміз, сонда мен А4 дайындап қоярмыз сіздерге тағы да. Ал достар, осымен мен бүкіл суреттерімді бітірдім. Бүкіл шыдайлы суреттерімді көріп тұрғаныңызда достар, уже қараңғы болып кетті күн. Мен суретті кішкене сосын салдым. Кішкене шаруаларым болып қалды, сол үшін осындай видеомыз ұзақ уақытқа созылып қалды. В общем, міне суреттер, сіздер оған көрген шығарсыздар. Мынау Суперкигач, мынау Алмаз Валиев, мынау Кюбро, мынау Мистер Прикольчик. В общем, достар, енді серьезно қабылдап жүрмеңіздер, бұның бәрі әзіл үшін жасалған, тағы да айтып қояйын. Сіздерге бұл видео ұнаған шығар деген ойдамын, сіздердің көңіл күйлерің көтерілген шығар деген ойдамын. Ал осымен бұл видеоны аяқтаймын. Егер достар бұл видеода көптеген лайк жинайтын болсақ, білмеймін, 2000-3000 лайк жинайтын болсақ, әрине мен жалғастырамын бұл рубриканы. Сосын біз келесте ютуберлер көп қой бізде қазақ ютубында, сол үшін салмаған ютуберлерді салатын боламыз. В общем, сіздерден лайк, менен жаңа контент. Және достар, мен инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, ссылкасы описаниеда. Давайте, сау болыңыздар.